Күн шерфіңіз қайырлы олсын. Бүгін Қырым ижғалының 756 күні. Сон кәдесе вақаларының заман тақымы таныш еті. Бүгін Ақмесжитте февраль 26-сы іші бойынша апелляцион махкемесі кечежек. Махкемеде прокурор Наталья Поклонскаяның апелляцион тағдым намесіні бақаджақлар. Махкемежелерінің қарарларына көре қабатлав қанун бозлықлары еле тізілген. Шының үшін махкеме қарарны чықарып оламайлар. Ишны Поклонскаяға кері қайтардылар, ама о бөле қарарден разы олмады ве ишны апелляцияға йоллады. Бөлелікнен санки прокуратура ось мұстақылығыны көстере. Бөле изатны Николай Полозов оз Facebook сайфесінде язды. Ләкин адвокатның фікірінже керчекте ишны мақсус ұзаталар. Бұның esas мақсады февраль 26 іші бойынша дабір чоқ иштиракчилеріні экстремизмде қабатламақтыр. Россия қырымлы сияси мабуслеріні Олег Сенцов и Александр Кольченканы Украина ватандашлары оларақ белгіледі. Россия омбудсмен Элла Панфилованың марузасына көре, сияси мабуслерінің гражданлық меселесі бойынша шекеетлері қабул етілді. Қатырлатамыз, Украина режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченканы кечкен сене август айында Россия махкемесі 20 ве 10 елға азатлықтан марум етті. Оларны терроризмді шеклелер. Ексіді қабатыны рет етелер. Донбасста террористлер тарафында женклешкен Қырым сакины сабық Украина арбиджisi Игорь Василега өлдірілді. Одессе Авдеевка районының ұрышы девамында юз берді. Бұл ақында злой одессит блогері сепаратистлерінің интернет ресурсында білдірді. Оның малыматына көре Украина силалы құветлерінің сабық капитаны Василега 1964 тенесі доғды. Русия тарафына о Қырым ижғалінден сон кечті. Азовлы Станислав Краснов Русияның мақсус қызметлеріне чалышты. Оларының вазифесіне көре о Киевде бір сыра терактларыны япмаға керек еді. Бұл ақында Украина қавсызлық қызметінің елбашчысы матбуат конференциясында сеслендірді. СБУ елбашчысы Красновның нашы адлы генч антифашист әрекетінің елбашчысының Константин Голоскоковның телефон субетінде шеклей. Украин силалы қызметлерінің малюматына көре о Русияның мақсус қызметлер қадимы. Телефон субетінде Краснов Киевде СБУ бинасы ве Украинаның мемори. Биналарында патлав планы ақында айта еді. Грицак қатырлатты Эвелисе Красновта уч Калашников автоматны екі пышта ве бинлернет патронларыны тапқан еділер. Внутренним двором. Внутренний двор, там три камеры СИЗО ходят. Внешний, правда, такой СИЗО сидят, немножко пострадают. Ну, ничего страшного, там сейчас СИЗО сидят залезут самые эти, разные торнадо, скайдары. То есть, получается, снаружи подъезжает машина. То есть там, получается, в форме квадрата, тут главный заезд, это у вас улицы Мазепы. А можно проехать и подъехать, припарковаться к задней стенке. Там как раз стенка этого квадрата и стенка другого здания. Как раз прекрасно все отрывится. Если въебать, то точно это даже одна стенка этого квадрата нахуй вылезет. А там куча кабинетов, куча следаков, куча всяких хуйни. Это вообще замечательная тема была. Это хороший момент, причем мы сразу это рассказывал в нескольких местах. Там, потом возле Кабмина, возле Верховной Рады, возле администрации президента. Азов гражданлық корпусы Украина қавсызлық қызметінің елбасшысының изатына жевапланды. Тақиқатының нәтижелері әжеле ола біле. Бұақта Азовның матбуат сайтында білдіріле. Красновның сөзлеріне бинайын о Украина тыш разведкасының қызметі бойынша вазифеде Русияның разведка идаресінің контакта болынды. Украина қавсызлық қызметінің исрарына көре Краснов ГРУ Украина тыш разведкасының вазифелеріні еда етеді. Азовда есе бойле вақиялардан четлешмек үшін тақиқат тыш разведканың қызметінен иш мұнасебетлеріні құрмаға ярдым етмеге керек олғанны білдірелер.
Авропада yüz берген терактлар devletimizin düşmanları tarafından insanlar ara münasebetlerini bozuluğu için kullanıla bile. Gibrid cenkinin taktikası insanların duygularını oynata bile. Radikal olgan Ukraynalıların hareketleri Müslüman cemaatine tesir ete bile. І якщо Росія буде застосовувати відповідні заходи, то радикальні сили в Україні можуть здійснювати погроми і мусульманських спільнот, і відповідно під гарячу руку можуть попадати і кримські татари. А це, щоб ви розуміли, що кримські татари – це, мабуть, чи не єдина рушійна сила зараз для суспільства, для держави щодо відновлення українського контролю над Кримом. І занурення зерна ворожнечі між українцями і кримськими татарами – це, звичайно, один із важливих елементів гібридної війни. На півострові руки в російських спецслужб більш розв'язані. На своїй території вони люблять вчиняти теракти від імені ісламських терористів. Це було неодноразово. Більше того, зараз наближається велике свято, Великодень. І я думаю, що до цього свята буде або здійснений теракт, нібито від імені кримських татар, або затримані кримські татари, які нібито планували теракти від імені ІДІЛ в Криму. Кереч көпірні Украина сыз құрмаға имкансыздыр. Қырымның Русь мемориятның елбашчысы Сергей Аксеновның білдіргеніне көре, көпірні құрмақ үшін Украинаның разылығы керек. Киев есе бұна ойс разылығыны бермейдек. Шонын үшін тоннель құрмаға керек олайжақ. Экспертлерінің айтқанына көре, Киев көпірінің құрыжылығына халқара махкемелерінде итираз білдіре біле. Аксенов емин ер асты кечетінің құрыжылығы үшін Киевның разылығы керек олмайжақ. Ve bu işlerge çok sermiye masraf ettilmeyecek. Lakin mütehassıslarının bildirgenine göre Keriç keçiti tubunun hususiyetleri tonnel kurması için gelişli değil. Ev sahipleri için hayırsız haber. Keriç köprü zonasından insanların evlerinden adli prosedura boyunca çıkaracaklar. Kerç FM bildirgene göre yanı kanun boyunca yanı infrastrukturanın kurulması için insanlarını meskenlerden 2-3 ay devamında çıkaracaklar. Kanunu bugün Rusya Federasyası'nın devlet şura toplaşuvunda bakıp çıkacaklar. Rusya yolbaşçıları Kırım hakimiyetine 3 yıl sınav müddetini berdi. Kırım'ın Rus memuriyetinin başı Sergey Aksenov için vakit ep eksili. Çünkü çorbacılarının ona birçok sualleri peyda olaydı. Çisteberi Kırım Cemaat Teşkilatı'nın yolbaşçısı Vladimir Garnachuk'un sözlerine binaen 2014 senesinde hakimiyet idaresine geçken memurlar özlerini cahil idareciler olarak gösterdiler. Aksenov endi Kreml sahiplerinin işençini joydu. Есть определенный набор KPI, который используется для оценки работы губернаторов на посту. В первую очередь, это бесконфликтность с федеральными органами, правоохранительными, законодательным органом, в принципе, губернатор, например. И, соответственно, выполнение тех задач, которые ставятся губернатору, это, в первую очередь, сохранение социальной и политической стабильности в регионе. Вот. Аксенов, как правильно сказали вы, сейчас выполняет функцию такого символа, который вернул Россию в Крым. И, соответственно, у него там, конечно, карт-бланш намного больше, чем у обычного губернатора. Обычного губернатора уже давным-давно бы отправили на покой за те кунштюки, которые он вытворяет. Bugün ve yarın Kırım sakinleri sert elektrik kıtlığı rejimde yaşayacaklar. Ahmezcit'te katelnelerinin işleri toxtatılacak. Energiyanın kullanımı 105 megawattga kadar eksildi. Kırım paytaxtının yollarına tek 10 trolleybus çıkabili. Yaltalılar ise enerji kıtlığında yaşamağa alışalar. Şehrin kenarında ışık çok vaxtga söndürüldü. Вот позавчера был выключен где-то часов 8, наверное, потом включили. А потом, значит, где-то в 6 часов выключают, 2,5 часа снова включают, а ночью так я и не знаю, сколько там. Терпим, злимся, ропчем, потом смиряемся. Все говорят, лишь бы войны не было.
Ишгалжы акимет хырым сакинлері үшін невбеттікі эйкеліні бақшыш етежек ола. Ешіл инсанларының эбеделештіру концепциясы черчевесінде инсанларының фікірлері денішті. Яны истеляджи қырым пайтақның мерkezінде пейда олажақ. Бұ эйкелінің қолында мұшық олмажақ, янында есе она чечеклер бақшыш еткен қысчық пейда олажақ. Мұшық есе аскерінің чизмаларына таянажақ. Абидені июнь айында açmaға ниетленелер. Қатырлатамыз Бақчысарайдaki миниатюра паркында ешіл инсанға бағышланылған абиде пейда олды. Бұ эйкел интернет ағларда тенқытке оғыратылды. Бұл ноқтада программаны екінлейміз. Сізге қайырлы күнлер тілейміз. Саат 15.30-да көрішмек үзре.